Бізде бүгін қалай дұрыс армандаймын. Бүгін еш жерде сіздер естімеген армандауға байланысты сіздер шок болатын, бұрын сеніп жүрген стереотиптеріңізді бұзатын формула берем, жаңа формула, иншалла. Өзіме көмектескен формула, өзіме өткен формула, өзіме өткізген формула. Сондықтан жаңа схеманы, жаңа механизмді барынша ниеттеніп отырыңызшы, мен барынша максимально осыны қабылдаймын. Мен бүгін шәкірт позициясындамын. Мен бүгін оқушы рөліндемін. Мен ұстаз рөліндемін, сіз оқушы рөліндесіз. Әркім өзінің позициясында рөлінде ұстанған кезде ми білет, ниетіңіз дұрыс, сол ниетіңізге қарай сіз аласыз. Иншалла, керек өзіңізге керек болған пайдалы ақпаратты аласыз. Сондықтан шынымен де ниетіңізді, ручка дәптеріңізді дайын болсаңыздар, негізі мүмкіндік болса, наушникпен отырсаңыздар тіпті жақсы. Біз әтеге жылдың басында жасап жатырмыз. Өйткені шынымен де жылдың басында мақсат, арман, осы жылға қалай мақсат қоямыз, арманды қалай жасаймыз, бүгін алла берсе соны талқылаймыз. Мен бағана айттым ғой, мен бүгін барынша еркін форматта, ресми емес, өзіміз отырып, бір жеңіл форматта жасағым келеді бүгінгі сабақты. Сіз бен бізді шынымен де дәл осындай халге жеткізген. Ешқайсымыз ауырып жатқан жоқпыз, төбемізден ешқандай бомба барып жатқан жоқ, соғыс болып жатқан жоқ, альхамдулилля. Ешқайсымыз қабірде жатқан жоқпыз, табытта жатқан жоқпыз. Жып-жылы жерде отырмыз, қарнымыз тоқ. Сондықтан осы жерде қанша кім отырсыздар, мені кім естіп отыр, іштеріңізден альхамдулилля деп Аллаға шүкір айтып қойыңыздар. Шынымен де Раббымызға мадақ айтып қояйық, біздің Раббымызға сансыз шүкірліктер, мадақтар болсын, пайғамбарымызға сансыз салауаттар болсын. Ал кеттік, бастайық. Бүгін мен сразу айтайын, мен сіздердің армандарыңызды орындап бермеймін. Армандарыңызды орындайтын инструкция, армандарыңызды орындайтын механизм ол өздеріңіздің миларыңызда. Мен бүгін формуланы миларыңызда қондырып берем, алла бұйыртса. Қазір көп адамдар өзінің ойында не бар екенін білмейді. Не армандайын десе, вообще ми каша. Миыңыз каша болған екен, өміріміз каша. Бүгін барынша сондай формуланы берем, сол миыңыздағы кашаны шығарып алу үшін. Алдымен шығарып аламыз, онды көреміз, біздің миымызда не бар. Не болып жатыр қазір? Ойымыз қандай? Шығарып алып, беті көз алдымызға бәрін шығарып, көреміз сосын, мынандай кашалар бар екен ғой. Оны тазалап тастайық деген сияқты. Сосын арқылай барынша шынымен де максимально оңай форматта, оңай формуланы беруге тырысам. Бүгін басынан бастап айтқым келеді. Мен көп ақпарат бергім келмейді, оны бәрін жасамайсыз. Лучше конкретно, нақты, аз болса да жемісті, продуктивный сіз жасайтын, иншалла сізге көмектесетін сондай бір нақты техникалар берем. Окей? Сондықтан да тағы да айтам, сіз басынан бастап мен плюсті көрем. Мен барынша бүгін плюсті көрем, өзіме керегін аламын десеңіз, қараңызшы, сіз осындай ниетте болсаңыз, любой жерге барғанда сіз алып қайтасыз. Сіз алып қайтасыз. Мысалы, тіпті ұнамайтын жерге барсаңыз да, так, мен бүгін осы жерден бірдеңе алып қайтуым керек. Мен осы жерден алып қайтам, я Раббым, соны маған нәсіп етші деген ниетпен барсаңыз, сіз алып қайтасыз, любой жерден. Есіңізде болсын. Тіпті шынымен де бір сізге ұнамайтын адамдардың ортасында барсаңыз да, ең болмаса Абай атамыз айтқан сияқты, жақсыдан үйрен, жаманнан жирен. Олай істемеу керек екен, оказывается, со стороны сырт жақтан қалай жаман көрінеді деген сияқты, ең болмаса мен олай істемеймін бірақ деген сияқты сабақты алып қайтасыз, өзіңізге ұнамайтын жерге барсаңыз. Сондықтан давайте Аллаға шүкірлік ете отырып, бүгін максимально шынымен де әдемі ниетпен отырыңыздар. Дайын болсаңыздар, мен қазір жазамын, сызамын. Бүгін жазу, сызу көп болады, Менімен бірге жазып, менімен бірге сызып, миларыңызды кәдімгідей жыбырлатып отырыңыздар, қолдарыңызды жыбырлатып отырыңыздар, жазып, сызып, максимально белсенді отырыңыздар. Сұрақ қойғанда жауап беріп отырыңыздар. Бүгін неше түрлі сұрақтар қою мүмкін сіздерге. Барынша тағы да айттым ғой, миларыңыз сұрақтарға жауап бергісі келмеуі мүмкін, сопротивление болуы мүмкін, қарсылық болуы мүмкін, Давайте ондай кезде шынымен де кейбір сұрақтар ұнамауы да мүмкін бізге. Ұнаса да, ұнамаса да миымызды тез тұрып, қазбалап, кішкене өзімізді миымызды іздеп, кішкене сұрақтарға жауап беруге тырысайық. Өйткені бұл өзіңіз үшін, иншалла. Тағы да айтам, тіпті кез келген курсты аласыз ғой, кімнің курсын алсаңыз да, біліңіз, курсты сатып алып жатқан кезде, мейлі тегін алып жатсыз, мейлі сатып алып жатсыз. Бүгін енді біз 77 мың теңгелік курсты біз 0 теңгеге беріп жатырмыз. Болды. Қазір парақша жабылды ғой, вообще ашылмайды. Болды, ашылмайды. Принципиально ашпаймыз дедік па? Сыртта қалғандар қалды. Избраны шынымен осы өзгеріске, осы сөзде дайын болғандар келді. Осы парақшаға. Сондықтан шынымен де шүкірлік етіп қойыңызшы Аллаға. Вообще өзі мынандай ғана өмір есептеулі. Қайсымыздікі болса да есептеулі, шексіз өмір емес бұл өмір, Бұл өмір есептеулі өмір не стоит? Вообще тұрмайды. Ой, үйтеді, ой, бүйтеді деп өзіңіздің көңіл күйіңізді түсіріп, біреудің кірін іздеп, мінін іздеп, өмірдің, тағдырдың. Давайте әдемі настроймен кәдімгі өзіміз отырып шай ішетіндей
әдемі форматта өткізейік. Мен әтеге көп сұрақ қоям. Жазыңыздаршы деген кезде шынымен жазып, сызып отырыңыздар. Бисмилля. Ал, бисмилля. Вот қараңыздар. Мынау сіздің бүгініңіз. Мынау дәл қазіргі сіздің сәтіңіз. Дәл қазіргі сіздің өміріңіз. Мынау сіздің болашағыңыз. Мынау сіздің өткеніңіз. Окей? Тура мен құсап жазып, сызып отыруға тырысыңыздар. Примерно бір 2 жыл бұрын артқа қайтып көрейікші. 2 жыл бұрын, примерно мына жерде сіз болсаңыз, 2 жыл бұрынғы сіз. Мынау болашақтағы сіз. 2 жыл кейінгі сіз деп айтайықшы. 2 жыл бұрынғы сіздің, мысалы, армандарыңыз, қазір болашақтағы арман деген ол болашақ. Барынша бұл біздің болашағымыз, армандар қазіргі сәтіміз емес, арман, мечта ол болашақ. Вот қараңызшы, болашақ, сіздің болашақтағы армандарыңыз, білмеймін, қандай армандарыңыз пайда болды ғой сізде, білмеймін. Үй алғым келеді, коттедж алғым келеді, машина алғым келеді, бай болғым келеді, путешествие, күйеуге тигім келеді, бала туғым келеді, абырой болғым келеді, атақты болғым келеді, подписчик жинағым келеді, білмеймін. Тағы да не бар? Қоса бересіз, өзіңіз, мынандай бір бизнес ашқым келеді, жұмыс қосқым келеді деген сияқты. Осы бір сіздің осындай бір примерно біз арман деп атап алған осы бір қалауларымыз, мынау бұрын жоқ еді ғой, білмеймін, 2 жыл бұрын, 5 жыл бұрын бұлар жоқ еді. Болмаса бар болса да бұлардың цифрасы, өлшемі, бұлардың форматы басқа еді, бұл жерде. Қазір бұлар неге бұлар бүгін дәл қазір сізде пайда болды, мына армандар? Қалай ойлайсыз? Мына сіздің кешегіңіз, өткеніңізбен болашағыңыздың ортасында не бар? Неден пайда болды олар? Мен өйсіп сұрақ қойған кезде сіздер жауап беріп отырыңыздар. Максимально барынша жауап беріп отырыңыздар. Сіздің мынау кешегіңізбен болашағыңыздың, кешегі атыңызды өзіңіздің жазыңыз. Мысалы, кешегі Айгүл мен ертеңгі болашақтағы Айгүл. Мына екеуінің армандары әртүрлі. Бұрында өліп қалған жоқ, біз өмір сүрдік, бірақ қазір болашақта басқа армандар қойып жатырмыз. Бұл жерде әрекет бар. Неге бізде бұл армандар пайда болды? Қалай ойлайсыздар? Мынау армандар, болашаққа қойған армандарымыз. Любой бір арманыңызды айтыңызшы, мысалға қазір. Үй дейсіз ба, машина дейсіз ба, коттедж дейсіз ба, бала, күйеу. Любой бір арманыңызды есіңізге түсіріңіз, мына жердегі бір арманыңыз сіздің. Есіңізге қазір ойыңызға алып отырыңыз. Ол арман неге пайда болды? Неден пайда болды? Откуда? Вообще қайдан туды бұл арман? Қалай ойлайсыздар? Жауап беріңіздерші комментарийде. Не үшін бұл армандар туды? Сіздер жауап бере беріңіздер. Әтеге айтып жатырмын. Прям комментарийге жазбасаңызды дәптерлеріңізге жазып отырыңыздар. Өйткені мен сұрақ қойған кезде сіздің миыңыздан шыққан ответтер маңызды, өзіңізге маңызды. Маған емес, бұл өзіңізге маңызды. Окей? Сразу шығама бірінші ответ қандай болады, бірінші жауап қандай болады, сол сіздің подсознательный ответтеріңіз. Окей? Ең бірінші шыққан жауаптарыңыз. Сондықтан мен сұрақ қойған кезде барынша жауап беріп отырыңыздар. Вот қараңыз, мынау сіздің болашағыңыз дедік. Мынау болашақтағы сіз, білмеймін, армандайсыз ғой, мысалы 1 жылдан кейін, 2 жылдан кейін мыналарға жеткім келеді, 3 жылдан кейін коттедж болғым келеді, машина болғым келеді, бизнес алғым келеді, жаңа бала шаға болғым келеді, күйеуге тигім келеді, тағы не бар? Көп қой осының армандар, Неге бұл армандар, или сіздің дәл қазір ойлап отқан арманыңыз бұрын жоқ еді ғой, неге бүгін ол пайда болды? Өйткені сіз бұны біреуден көрдіңіз. Сіз бұны біреуден көрдіңіз. Мына жерде біреу бар. Это, не знаю, кто-то другой, Только сіз емес. Осыны біреуден көрдіңіз, біреуден көріп алған армандарымыз, көрдік, инстаграмнан көрдік, я тоже такой хочу. Біреудің шетелге шыққан көрдік, мен де осындай хочу. Біреудің анандай машинасын көрдік, мен осындай хочу. Біреудің күйеуін көрдік, мен де осындай күйеу хочу. Біреудің махаббатын көрдік, осындай махаббат хочу. Біреудің баласын көрдік, бала хочу. Тағы не бар? Біреудің бүйтіп жүргенін көрдік, мен де осындай хочу деген сияқты. Яғни, өзіңізден сұрап көріңіз, неге бұл армандар менде пайда болды? Неге бұлар менің хачуымның ішіне кіріп кетті? Қайдан келді бұлар? Біз біреуден көрдік та, яғни білмеймін, ол любой біреу, подружкам болуы мүмкін, танысым болуы мүмкін, инстаграмдағы біреу, может бір блогер болуы мүмкін, может бір ұстаздарыңыз болуы мүмкін, может ол Балқия Балтабай болуы мүмкін, басқа бір спикер болуы мүмкін, білмеймін, шетелдің адамдары болуы мүмкін, Әйтеуір, кто-то другой Алла тағаланың бір құлы. Енді қараңыздар, біз осы біреуден, біреудікі ғой, ол сіздікі емес, осы біреуден көріп алған армандарымыз, бұл біздікі емес. Бұл, яғни қараңызшы, осы жерде басында тағы да айтам, қазір айтқан сөздер ұнамауы мүмкін, сіздерде қарсылық жүруі мүмкін. Бұл сіздің у кого-то біреуден ұрлап алған
арманыңыз. Біреуден ұрлап алған хачуыңыз сіздің. Яғни қараңыздар, бұл настоящий өзіндікі емес. Настоящий, енді қараңыздар, мен сіздерге қазір дәл осы жерде конкретно правила айтам. Настоящий өзіміздікі болуы үшін не істейміз? Осындай сұрақтарыңыз болса, қалай өзіміздікін табамыз? Ең бірінші формула. Біз қараңыздар, мынау осының арманы, егерде мынау сіздің өзіңіздің армандарыңыз болса, настоящий армандарыңыз болса, уже сізде бүгін ол бар болған болар еді. Бүгін сізде жоқ па? Дәл қазір сізде жоқ па? Онда ол біреуден ұрлап алдыңыз. Настоящий біздің армандарымыз, егер шынымен де ол біздікі болса, оның артында сильный желание тұрған болса, ол истина болатын болса, және реально ол маған дәл қазір керек болған болса, менің уже қолымда бар болған болады. Мен оған уже жетіп қойған болар едім. Әлі жетпедім ба? Мен үшін ол бір қол жетпес болып тұрма, пока, значит, ол біреудікі. Окей? Қалай сонда деген сияқты бір қарсы ойлар болуы мүмкін. Окей, пока басында осылай қабылдай беріңіз. Ой қоспаймыз, пікір қоспаймыз, пока қабылдаймыз. Енді қараңыз, мынау біреулердің арманы. Алла тағала оған уже беріп қойды. Сізге бермеген нәрсені может біреуге берген шығар. Сізде қазір үй жоқ шығар, біреуде бар шығар. Сізде атақ жоқ шығар, біреуде бар шығар. Сізде бала жоқ шығар, біреуде бар шығар. Мен білмеймін. Яғни мына жерде тағы да бір адамдар бар. Осындай адамдар да бар шығар. Енді қараңыз. Ең бірінші нәрсе, сіз осы біреудің, Алла тағаланың оған берген осындай бір нығметін, оған орындап берген арманын, менікі, мен де соны хочу деген кезде, біз оны ұрлап аламыз да, біз оның хаққысына кіріп кетеді екенбіз. Біз оның шекарасына кіріп кетеміз. Біз оның арманының ішіне кіріп кетеді екенбіз. Окей? Сондықтан өзімдікін табу үшін мен сразу шешімге көшейінші, мына жерде просто схеманы түсіндіріп көрсеткім келді. Ең бірінші нәрсе, мен бірге жазып отырыңыздар. Ең бірінші нәрсе, осы конкретно қазір мына жерде мен 3-4 шарт берем, условия берем, дәрге шарт деп жазып қойыңыздар. Болмаса орысшалап условия деп жазыңыздар. Ең бірінші, біреудің хаққысына кірмеу. Өзіңізге жазыңыз, ұрлама, хаққысына кірме, біреудің арманын ұрлама. Мына жерге жақшаға жазып қойсаңыздар да болады. Екінші нәрсе, прям шарттар. Осы нәрселерді орындаған кезде, осы оңай негізі, осы оңай шарттарды орындаған кезде сіздің арманыңыз пайда болады. Сіздің арманыңыз, өзіңіздің арманыңыз пайда болған кезде, оны орындайтын ресурс береді сізге Алла. И ол оңай орындалады, есіңізде болсын. Окей? Екінші нәрсе, ол адамға не завидуй, қызғанба. Наоборот, осы жерге мен бүйтіп жазам, негізі әртүрлі түсініктемесі бар. Мен мына жерге дұға деп жазып қоямын. И мынаның ішіне қызғанба, өзіңіз жаза беріңізші мына жерге. Қызғанба, претензия айтпа, қарсы шықпа, оның арманын, қалай айтсам екен, Алла тағаланың оған беріп атқан ризығына сен тарлық жасама. Осы нәрселер өзіңіз жазып қойыңыз. Наоборот, ол үшін дұға жаса. Мысалға былай. Я Раббым, біреудің уже сіз жетіп қойған арманын көрдіңіз ба? Соны прям одан да оған хайырлы етіп қойшы. Сол арманының қадірін білетіндей. Ол арманын оған хайырлы етіп қойшы. Ол арманын оған берекелетіп қойшы. Ол оның рахатын көрсінші. Оны шүкіршілетіп қойшы. Вот шынымен де прям сол адам үшін өтірік ауызбен емес. Қашан осы состояниеге жетесіз, басқа уже сізден басқалар жетіп қойған адамдарға шынымен дұға жасайсыз, претензия етпейсіз. Так, Аллахым оған бердің, маған берген жоқсың. Аллахым, сен анаған берген нәрсең неге маған бермей жатсың деген сияқты претензия кетіп қалады глубоко тереңінен, Осындай нәрсеге жол бермейміз, қызғанбаймыз, тарланбаймыз, наоборот, қуанамыз. Мына жерге қуаныш деп жазып қойсаңыздар болады. Радость. Сыртынан дұға жасайсыз. Кәдімгі ат души дұға жасайсыз. Раббым, ең басты білесіздер ме, күшті дұға не? Қазіргі бақытын еселеші. Есіңізде болсын, сіз біреуге осы дұғаны жасап жатқан кезде өзіңізге бақыттың жолдарын ашып жатсыз, өзіңізге үлкен воротаны ашып жатсыз. Есіңізде болсын. Шынымен де, өйткені сізге сол дұғаны періштелер жасап жатыр, Я Раббым, ең күшті дұға мынау да, оның сол арманының қадірін білуін нәсіп етші. Қадірін білсінші, сезімі оянсыншы, сезсінші жүрегімен. И шүкірлік етеді ол сезген екен, қадірін білген екен. Демек ол шүкірлік халіне жетеді. Сіз мен бізге керек осы хал, қазір мен түсіндірем соңында. Үшіншісі, осындай жағдайға жеткен кезде, вот осы біріншісі хаққысына кірме дедік, осы хаққысына кірме деген үшін әжір өздеріңізді жазып қойыңыздар. Ұрламау, вообще оның біреудің арманын вообще көшірмеу, ұрламау. Тіпті сізде осындай уже ниет кеткен кезде, сізде уже өзіңіздің армандарыңыз пайда болады. Истин армандарыңыз шыға бастайды өзіңіздің.
бүгінгі тағы да айтамын, бүгінгі менің әңгімелерім көбіне сізге жақпауы мүмкін. Иә? Вот осы кезде келеді деп жазып қойыңызшы. Я тоже, мен орысша жазамын кейбір жерлерде, сіздер түсінікті болу үшін қаласаңыздар өздеріңізге қазақша жазып алыңыздар, окей? Осы екеуін жасайтын болсаңыз, кез келген арманыңызға мына формуланы қосып істейтін болсаңыз, өзіңізге өзіңіздің кәдімгі истина армандарыңыз келеді. Действительно өзіңіздің хачуларыңызды таба бастайсыз. Действительно өзіңіздің истина желанияларыңызды, қалауларыңызды таба бастайсыз. Вот осы кезде мен жете алмаймын, ол қиын, анау жетті, мен жетпадым деген мынау кетеді да. И мына жерде я тоже могу. Анау жетті ма? Я тоже могу. Ол Алланың құлы, мен де Алланың құлымын. Деген сияқты сізде осындай состояние келеді. Енді қараңыз, менде мына жерде мынау бар ғой, мына адамның армандарын, яғни өзіме ұрлап алу, қақысына кіру, мен де сондай хочу деген кезде, мен мынаны мойындамай тұрмын, оған лайық көрмей тұрмын. Ана оған лайық емес еді, сен беріп қойдың Аллахым. Оған лайық емес еді, сен оған мынаны бердің, минусын мынаны бердің. Негіз ол тәкаппар еді ғой, ол өтірікші еді ғой. Сен сонда да бердің оған. Ол мынандай еді, сен бердің. Яғни Алла тағаланың оған өзі беріп жатыр ғой. Алланың оған беріп жатқанына мен араласып кетіп жатырмын. Өзім білмеймін, бірақ аузыммен араласпаған шығармын, сөзіммен араласпаған шығармын, иә? Ісіммен емес, ішкі ниетіммен араласып кетіп жатқан шығармын. Сондықтан Алла өзі біледі, кімге қандай ризық беретінін. Вот қараңыздар, ең басты нәрсе, қыздар, қазір мен сіздерге күшті формула беремін, кішкене демалып алайын. Оған дейін арасында еще бүгін мен сіздерге тапсырма беремін. Қараңыздар, мен бүгін берген тапсырманы бүгін орындаңыздар. Бүгінгі тапсырманы орындамай, ертең келмеңіздер. Окей? Вот қараңыздар, ең күшті нәрсе сіздерге. Мен бүгін қазір мына нәрсені сіздерге айтқым келеді. Енді сіздерде сұрақ туындауы мүмкін. Өзімнің хачуларымды қалай табам? Астынан бастаймыз. Ең басты нәрсе, мынаны қараңыздар. Сіз кімсіз? Адам, мен үнемі айтамын, адам өзінің не қалайтынын, өзінің истина не қалайтынын не үшін білмейді? Өйткені өзінің кім екенін білмейді. Неге біз өзіміздің шынымен не қалайтынымызды білмейміз? Өйткені өзіміздің кім екенімізді білмейміз. Ал сіз кімсіз? Сұраңызшы өзіңізден, сіз кімсіз? Сіз құлсыз. Вот қараңызшы. Ит не істейді? Ит ол үре алады, иә? Ит үреді, мысық мияулайды. Есек ол июлайды, не істейді тағы да, аңырайды ма, не істейді? Ат ол кісінейді. Ойлаңызшы, ит үреді, бірақ сол ит өзі үреді, ол ит өзінің үретінін біледі. Бірақ итке барып, неге сен мияуламай жатсың? Деумен бір дейді, кейбір кезде біздің неге мен жетпей жатырмын деп өзімізде жоқ нәрсені өзімізден талап етуіміз, немесе үйіміздегілерден, басқалардан талап етуіміз кейбір кезде осындай болып кетеді. Енді осы кезде санаңызшы, осы кезде считайте, қазір мен сіздерге түсіндіріп беремін осы хачуларымызды. Ең басты нәрсе, қазір мына жерге түбінен бастап жазайын. Сіз құлсыз. Құл деген состояниеге түсетін болған кезіңізде, қазір мен сіздерге бүйтіп формула сызамын жоғары қарай. Құл ешкімге, Алланың берген 24 сағатында ешкімге вообще зиян келтірмей өмір сүрем. Күнде таңертең осы ниетпен ояныңызшы. Осы ниетпен бастаңыз, осы ниетпен өмір сүріңіз. Күніңізді, әр күніңізді. Мен ешкімге бірде-бір секундта, Алланың берген 24 сағатында, Алланың берген ғұмырында, енді өмір десек қиын болып кетеді, миға декомпозиция майдалап береміз. Мен әр күні ешкімге зиян келтірмей өмір сүремін. Сіздер толық жазыңыздар, окей? Ешкімге зиян келтірмеймін. Вообще ешкімге осуждение, претензия айтпаймын. Мен судья емеспін. Мен ешкімді жазалауға хақым жоқ. Құлды жазалауға хақысы жоқ. Ең әділ судья ол Алла тағала. Мен әділетсіз шешім шығарып қою мүмкін. Сол үшін претензия айтпаймын. Айтпаймын деп қоя салайын, сіздер толық жазыңыздар. Ешкімге зиян келтірмеген кезіңізде, қараңыз, сіз мынау халге түскен кезіңізде, сіз өзіңізге пайдалы боласыз. Түсінікті болып жатыр ғой, мен почеркім түсінікті болады, мен үйіп жазам кішкене. Адам өзіне пайдалы болған кезде ғана ол басқаға пайдалы болады. Есіңізде болсын. Осы халге жеткен кезіңізде, бұның бәрі бір халдеріміз, осы халге жеткен кезде бізде разылық, яғни довольство деп айтайыншы.
разылық состояниесі келеді, разылық халі. Осы разылық халінің, адам үнемі разылық халінде, мейлі тағдырына, дәл қазіргі өміріне разылық халінде жүрген кезде, ол ең жоғарысында осындай состояние бар. Шүкір деген. Осы халге жетеді. Ал мына халге жеткен адам қатты екен мыналарың. Мына халге жеткен адам бақытты. Қараңыздар, шына жазып алыңыздар. Біз құлмыз. Құл деген күнде мен бүгін ешқандай жаратылысқа, вообще ешқандай жаратылысқа, мейлі Алланың кез келген тіршілік иесіне ешкімге зиян келтірмеймін. Мен бүгін 24 сағатты зиян келтірмей өткіземін деген кезіңізде ешкімге осының ішіне мынау да кіріп кетеді міне. Ешкімге претензия айтпаймын, көңілін түсірмеймін, настроениесін түсірмеймін, осуждение жасамаймын, кінәламаймын. Өзім идеал емеспін, мен де қателік жасаймын. Басқаның да идеал болмауына рұқсат беремін. Өзім қателік жасаймын ба? Басқаның да қателік жасауына рұқсат беремін. Біреуден идеал болуды талап ету, идеал ол тек қана Алла ғана. Біреуден идеал болуды талап ету деген сөз, оны сіз құлдық дәрежеден көтеріп жіберіңіз деген сөз. Рөлін ауыстырып жіберіңіз деген сөз. Тағы да айтамын, мінсіз ол тек Алла ғана, иә? Осындай міне осы күннеге таңертең тұрған кезде мына дәу қылып жазып алыңызшы мына жеріңізге ниет деп. Осы ниетпен күніңізді бастайтын болсаңыз, ешкімге зиян келтірмеймін 24 сағат. Сіз өзіңізге пайдалы бола бастайсыз. Өзіңізді тани бастайсыз. Өзіңіздің кім екенін түсіне бастайсыз. Осы кезде өзіңіздің настоящий хачуыңыз шыға бастайды. Истинный хачуыңыз шыға бастайды. Мен не қалаймын деген кезде. Ал өзіне пайдалы болған кезде ғана адам басқаға пайдалы болады. Басқаға пайдалы болу деген сізге 2 есе кәдімгідей энергияңызды арттырып, басқаға пайдалы бола бастаған кезіңізде. Яғни қараңызшы, сіз мына жерде ешкімге зиян келтірмедіңіз ғой, жайлап неға плюсқа шығып жатсыз. Мына басқаға пайдалы болған кезде сіз өзіңізден артылып, уже басқаға үлкен плюспен басқаларға сіздің плюсіңіз тиіп жатыр, пайдаңыз. Осындай состояниеге жеткен кезімізде бізде разылық болады, кәдімгі довольство болады. Тек қана 24 сағат күніне де, түніне де, тағдырына да, түріне де, өзінің семіздігіне де, болмысына да, отбасына да, күйеуіне де, бәріне, туысқандарына да разы болған кезде адамда принятие болады, қабылдау. Осы состояниеге жеткен кезде міне бізде шүкірлік деген нәрсе шығады. Біз шүкірлікті ұмытып кеткен кезімізде бізде бәрі разрушится, бәрі бұзылады. Ал Алла тағала айтады, кім ауызбен емес, жүрекке түскен кезде шүкірлік, кім шүкір етсе, оған арттырамын дейді. Осы мына бір халге жету, бізге керегі осы бір халге жету. Осыған жету үшін біз армандаймыз. Осы халге жеткен кезде ғана біз өзіміз бақытты сезінеміз. Басқа кезде қандай арманыңызды орындасаңыз да, үй алсаңыз да, коттедж алсаңыз да, машина алсаң, байға тисең де, бала тусаң да, атақты болсаң, шетелдің түр-түріне барсаң да, мынандай дәрежедегідей бақытты бола алмайсың. Бақытты болуың мүмкін, бірақ ол уақытша болады. Түсінікті болып жатыр ма? Мына формуланы прям сызып алыңыздаршы, ең күшті формуланың бірі. Сізбен бізге керегі, мен жаңа басында дұға айттым ғой, ең бастысы Алла тағала біздерді кәдімгі шүкірлігі жүрекке түскен, шынайы шүкір ететін құлдардың қатарына етіп қойсыншы деп. Мынау эфирден өзіңізге, оказывается, мен жағдайым шүкір екен ғой деп, хотя бы кішкентай болса да шүкір деген сөзді осы бір ойды алып кетсеңіз, маған сол жетеді. Мен бүгін айттым, мен бүгін ештеңе дәлелдемеймін, мен бүгін сіздің арманыңызды орындап бермеймін, мен бүгін сізге шынымен де арманыңызды бүйтсең орындайсың, 100 арман жазып болған шығарсыздар. Осы күнге дейін қанша жерден естіңіздер, қанша жерден уже істеп жатсыздар, қанша жылдан бері жазып жүрсіздер 100 арман дегенді. Орындалып жатыр ма? Давайте честно. Қазір мен сіздерге, если бәрі түсінікті болып жатса, тапсырма берем. Прям мощный тапсырма берем. Сіздер сол тапсырманы жасау керексіздер. Окей? Қараңызшы, мен үнемі айтам, алдыңғы интенсивте бүйтіп айттым да. Біздің фокусымыз, біздің барлық вниманиеміз, қазір сіз ойлап жатсыз, менде мынау жоқ. Бүйтіп екке сызыңыз да. Вот қараңыздар, қыздар, алдыңғы интенсивтегілер біледі, мына парағыңызды бүйтіп екке бөліңіз да. Мына жерге Алла тағаланың сізге бүткіл бергендері, мына жерге сізге Алланың бермегендері. Списогын жазыңыз. Алланың бізге бергендері не ол? Денсаулығыңыз, көзіңіз, аяғыңыз, құлағыңыз, көз көріп тұр, естілді. Нормально екі көзіңізде толық болатын болса, бір көзіңіз соқыр болмайтын болса, екі көзіңіз, құлағыңыз, мұрныңыз, барлық аузыңыз, тіліңіз сөйлеп тұр, бүйрек ұрып тұр, ағзаңыз, денсаулығыңыз, үйге берген отбасыңыз, балаңыз, әкеңіз, анаңыз осы күнге дейін берген, білмеймін. Егер оқырмандарыңыз болса, подписчигіңіз берген қабілетті жұмысыңыз, білмеймін.
Алланың бергендері көп қой, списогі мынандай берді, мынандай берді, мынандай берді, мынандай берді, мынандай берді, мына список. Мына жағына Алланың бермегендері. Сіздің ойыңызша Алла Тағаланың бермегендері. Мысалға, нормально жаза береміз. Не бұл? Маған ақша берген жоқ, машина берген жоқ, үй берген жоқ. Қазір менде не жоқ? Сол жоқтың бәрін жазасыз. Мынандай жоқ, саяхат жоқ, бала жоқ, күйеу жоқ. Тағы не бар? Абырой керек, подписчик жоқ. Жоқтарыңызды нерге? Примерно жазып шықтыңыз. Хотя бір мысленно жазыңызшы. Енді қараңыз. Біздің мына жоқ дегендеріміз бар ғой. Осы жоқ дегендеріміз, мына уже бары. Сізбен біздің фокусымыз Алла Тағаланың бергенінде емес, бермегенде болған кезімізде бізде сразу шүкірлік хал кетіп қалады. Біз уже басқа халге кетіп қаламыз. Қандай? Көпірлік деген халге түсіп кетеміз. Біз уже шүкірсіз деген халге кетеміз да, недовольствие, көпірліктің астында вообще сізге не берсе де, мынаның бәрін берсе де, сіз вообще разы болмай қалуыңыз мүмкін, сіз бақыт сезбей қалуыңыз мүмкін, сіз вообще наслаждать ете алмай қалуыңыз мүмкін өмірден. Енді қараңыз, сізге бір пример. Мынау айттық қой, Алла Тағаланың мынау маған бергендері. Осы бүткіл бермегендер міне. Енді қараңыз, мынау сіз примерно сіздің ойыңызша, мынау жоқ дегендер, маған бермегендер. Үй, машина, қазір қолыңызда жоқ нәрсе. Окей. Осы мынау сізде жоқ деп ойлап тұрған мынау нәрселердің барлығын, сен, который жоқ деген минустарды берем десе Алла Тағала. Бірақ мынау беріп қойған, нәрселердің бәрін алып тастаса. Жоқ мынау. Тек қана сізге мыналар бәрін жоқ алып қойса, сізге берген нәрселерін алып қойса, и сен бермедің деген минустарды ғана берсе сізге. Как вам? Қалай болдыңыз? Қалай боласыз? Не сезіндіңіз? Қалай боласыз? Страшно ма? Қорқынышты ма? Вот ойлаңызшы, Алла Тағаланың біз фокусымыз, назарымыз көбіне оның бергенінде емес, уже ол мына жерде ол бізге уже ол бізге керек нәрселердің бәрін беріп қойды. Осы жерде, мысалы, мен үнемі сұрақ қоямын. Давай елестетейік. Сіздің бір күн өміріңіз қалды. Примерно ертең өлесіз деген диагноз қойса, или ертең өлетініңізді сіз білетін болсаңыз, мысалы, ертең уже не істеп үлгересіз? Не істейтін едіңіз? Ертең өлесің десе, и Алла алдыңызға келіп тұрған болса, елестетіңізші, сіз не сұрайсыз? Сіздің мына жерде жоқ деп тұрған нәрселеріңіз бар ғой. Ойлаңызшы, бір-ақ күн өмірім қалды. Ертең 20-сы күні менің өлетін күнім екен. Біліп қойған болсаңыз, мысалы, не знаю, сондай бір жағдай келетін болса, просто елестетіп көріңізші. Сол кезде бір күн өміріңіз қалды деп айтыңызшы. Вот сол кезде мынау минус деген нәрселер сізге важны ма? Керек па? Миллион теңге, қазір таппай жүрген, не знаю, 1 миллион теңге, 500 теңге, 10 миллион, білмеймін, қанша керек сізге. Сіз сұрап жүрген ақша, сіз сұрап жүрген үй, сіз сұрап жүрген күйеу, бала-шаға, атақ-абырой, сіздің адамдарын сыйлағаны керек па? Бір күн өміріңіз қалды десе, осыларды сұрайсыз ба сіз Алладан? Или өмір сұрайсыз ба? Не сұрайсыз? Маған өмірімді ұзартып берші, Алла Тағала, мен әлі үлгерген жоқпын. Я хочу дальше жить. Тағы да өмір берші деп сұраймыз, Ал бізге дәл қазір ол өмірді Алла Тағала уже беріп қойды. Бар сізде қазір. И білесіз ба, негізінде сізбен біз осы бүгін бақыттымыз. Сізбен бізді бақытты ететін нәрселерді Алла бізге беріп қойды. Оның ең біріншісі өмір. Екіншісі біздің соғып тұрған жүрегіміз. Оның мына аспан бар, ауамыз бар, рахаттанып демалып отырған, Шынымен де тауларымыз бар, өзендеріміз, суларымыз бар, неше түрлі табиғатымыз бар, барлығын беріп қойды Алла Тағала бізге. Біз негізінде, қараңызшы, осы жерде тағы бір нәрсе айтайын. Жаңа жерде мен бутылкам бар еді ғой. Окей, мынаны ала салайын. Бутылкам бар еді. Или анау стаканды берсеші? Дәу стаканды. Вот қараңыздар, мен қазір мынандай мысал айтамын. Мынау сіз. Сіздің айналаңызда көп нәрсе бар, мысалы, мына жерде сіздің үйіңіз бар, сіз жеткіңіз келетін абырой, атақ, машина, жеткім келетін, шіркін-ай, мынандай нәрселер бар. Мынау сіз. Енді қараңызшы, сіз, если былай ойлайтын болсаңыз, мен мына нәрселерге жетсем ғана, я буду классный. Мына нәрселерге жетсем ғана мен өзім бақытты сезінер едім дейтін болсаңыз, сізді бақытты қылатын нәрселер осы бір поднишаларда, осы бір нәрселер. Сіз оларсыз-ақ уже бақыттысыз. Қараңызшы, не сызайын. Мына бүйтіп жылыстыға бола ма? Мына. Дәу болып кетті. Мынау сіздің айналаңыздағы үй, машина,
бизнес, бала шаға, атақ, абырой, саяхат, бірдеңе, шірдеңе деп мен қалап жүрген нәрселер, иә? Қараңызшы, мен қалап жүрген нәрселер. Осы нәрселер болса, мен өзімді бақытты сезінетін едім. Мен өзімді осы кезде маңызды сезінетін едім. Сол нәрселер болса, мені құрметтейтін еді. Мен өзімді жақсы көретін едім. Мен басқаларды жақсы көретін еді. Яғни мені маңызды қылып тұрған нәрсе ол осы жанымдағы нәрселер. Ал мен маңызды емеспін. Мысалға айтайықшы, өзіңіздің миыңыздағы сіз армандап жүрген сумманы айтыңызшы, елестетіп көріңіз. Қанша теңгелік сумма мысалы? Қазір тауып жүрген суммаңызды 3-ке көбейтіңіз, 10-ға көбейтіңіз, максимально одан артық көбейтпеңіз. Сол сумманы елестетіңіз. Сол сумма болса, мынау сіз, сол сумма сізге келсе, сол бір арманыңыз сіз тауып атқан болсаңыз, онда сіз бақытты боласыз. Шынымен де көңілсіздер. Осы нәрселер болса, мен өзімді бақытты сезінетін едім. Мен өзімді осы кезде маңызды сезінетін едім. Сол нәрселер болса, мені құрметтейтін еді. Мен өзімді жақсы көретін едім. Мен басқаларды жақсы көретін еді. Яғни мені маңызды қылып тұрған нәрсе ол осы жанымдағы нәрселер. Ал мен маңызды емеспін. Мысалға айтайықшы, өзіңіздің миыңыздағы сіз армандап жүрген сумманы айтыңызшы, елестетіп көріңіз. Қанша теңгелік сумма мысалы? Қазір тауып жүрген суммаңызды 3-ке көбейтіңіз, 10-ға көбейтіңіз, максимально одан артық көбейтпеңіз. Сол сумманы елестетіңіз. Сол сумма болса, мынау сіз, сол сумма сізге келсе, сол бір арманыңыз сіз тауып атқан болсаңыз, онда сіз бақытты боласыз. Шынымен де көңіл күйіңіз көтеріледі, шүкірлік халге келесіз, иә? Егер оны алып қоятын болса, сіз бақытсызсыз. Яғни, қараңыз, сізді жаратуда маңызды негізі нәрсе сіз ғой. Сізді маңызды қылып тұрған ақшада, бизнесте, машинада, атақ абыройда емес, өзіңізсіз. Сіз өзіңізді мен маңыздымын, мен лайықтымын, мен шынымен де я важная, я в любом случае ештеңем жоқ болса да, я классная деген осы бір состояниеге жеткен кезде олар келе бастайды. Ал сіздің миыңызда, егерде я буду классной только если атақты болсам, абыройлы болсам, құрметті болсам, ақшаны көп тапсам, байға тисем, бала тусам, үй алатын болсам, сол кезде ғана күшті болып кетер еді, бақытты болып кетер еді, бәрі күшті болар еді деп ойлайтын болсаңыз, демек сіз өзіңізден өзіңіз бақытты емес, сізді бақытты қылатын, сізді маңызды қылып тұрған, былайша айтқанда сізге өмір беріп, жить деген наслаждениені беріп тұрған ол осы жаныңыздағы нәрселер да. Яғни қараңызшы, сізді уже махаббатпен жаратып қойды. Я? Яғни Алла Тағала сізді жарататын кезде может шатасқан болуы мүмкін сіздің ойыңызша. Егер де сізде осындай претензия болатын болса, маған маңыздылықты беріп тұрған, мені адам қылып тұрған жалпы ақша, мені адам қылып тұрған ол байлық, мені адам қылып тұрған это доказание, показание, осы атақ абырой. Менің армандарым, менің орындалған армандарым ғана маған маңыздылық беріп тұр. Ал егер орындалмаса олар, я никто. Мен маңызсызбын, мен бір сорлымын, бейшарамын. Я не важно. Я не ценна, мен құнды емеспін. Осындай установка болған кезіңізде, есіңізде болсын, сізге шүкірлік халі келмейді. Разылық халі келмейді. Үнемі разы болмайтын адам күпірлікке түсіп кетеді. Күпірлікте түседі, күпірлікке жүрген адамдардың арманы орындалу қиын. Неге ол күпірлікке түседі? Өзін басқа бір Алланың құлымен салыстырады. Анада бар, неге менде жоқ? Анада бар, неге ол менде жоқ? Анада орындалып жатыр, неге менде орындалмай жатыр? Сіз ол претензияны кімге қойып жатсыз? Сіз ол претензияны Аллаға қойып жатсыз. Өйткені ол құлының, оның да Алласы бар. Яғни содан анада бар, менде жоқ, менде ол болу керек деген осындай бір арманмен, осындай мечтамен, соның арманын ұрлап алып, мен де сондай болам деген ниетпен мен одан озғым келеді. Одан озғым келеді деген ниет, мен анан төмен көргім келеді, өзім одан жоғары болғым келеді деген высокомерие болуы мүмкін, тәкаппарлық болуы мүмкін. Бірақ Алла Тағала өзінің ешқандай құлын төмендетуге жол бермейді. Шынымен де, егер де біздің шынымен истинный желаниямыз, ақиқи армандарымыз орындалсын дейтін болсақ, онда шынымен де мен тек қана менің ғана өзімнің истинный армандарым, ешкімнен ұрламайтын, ешкімнен көшірмейтін армандарым, соны ғана орындауым керек, Вот мынаны ете салайын. Вот қараңыздар. Енді мен сіздерге тапсырма беремін мына жерге. Вот қараңыздар, сіздерге енді тапсырма. Қай кезде өзінің армандарын табам. Просто 20 штук, көп емес. 20 штук нереальны. Нереальные мечты. Қазақшасын аударыңыздар өздеріңіз. Нереальный деген ол орындалмайтын армандар. Сіздің ойыңызша. Вообще, это нереальные мечты деген, осындай 20 штук арман жазасыз. Тапсырма сіздерге. 20 штук нереальный армандарыңыздың тізімін жазасыз. Қандай нереальный армандарыңыз бар? Мысалға, енді
әлемге бару, ана жерді аралау, мына жерді аралау деген для меня это реально. Қазір менің миым сенеді барлық нәрсенің орындалатынына. Бірақ ана Илон Маск сияқты космосқа ұшқым келеді деген бір сәл бір түрлі қиялдау, нереальный арман бар. Болмаса анау мынандай жасау, болмаса бір түрлі нереальный нәрселер жасау деген сияқты да. Яғни осындай нереальный армандар жазасыз ғой, осы армандардың ішінен сіздің истинный армандарыңыз шығады. Неге? Өйткені бұларды әлі ешкім реальностьқа асырған жоқ. Сіз бұлардың біреуде орындалған көрген жоқсыз. Сіздің миыңыздың ішінде уже біреуде орындалып қойған армандар бар. Уже образецтер, біреуден көріп қойған насмотренностьтар бар. Уже мына жерде мына нереальный армандар дегеннің ішінде ондай жоқ. Уже сіз өзіңізді ешкіммен салыстырмайсыз мына жерде. А у кого-то получилось, а мына жерде жоқ. Ондай жоқ та бұл жерде салыстыру жоқ. Вот осы кезде ешкімде жоқ қой ол. Ешкімге салыстырмайсыз өзіңізді. Вот осы кезде шынымен де өзіңіз жазып көріңізші, неше түрлі фантазияларыңыз ашылуы мүмкін. Қазір жаза алмасаңыз, отырыңыз да түнімен жазыңыз. Таңертең жазыңыз. Лишь бы ертеңгі сабаққа осыны жазып келіңіз. Сізге тапсырма. Окей? Яғни қараңызшы, осы бір шүкірлік халге жеткен кезімізде, бізде мынандай бір состояние келу керек. И так хорошо живу. Мен и так-та бақыттымын. Мыналарға жетсем бақытты емеспін, мен и так-та бақыттымын. Я и так хорошо живу. Вот шынымен де. Мен осы кезде, яғни не кетеді? Доверие к Аллаху. Яғни өзіміздің Раббымызға сенім кетеді. Бізде осы сенім кетіп қалады да, мен орындауым керек ол армандарын. Мен анаған жетуім керек, сөйтіп шаршаймыз. Адам шаршаған кезде самооценка түсіп кетеді. Анаған жете алмадың, армандардың бәрін жаздың. Оған жете алмағаннан кейін өзіңді мүжейсің, самооценкаң түсіп кетеді. Бұл өмірде ең бізге қатты зиян тигізетін нәрсе не екенін айтайын ба? Чувство вины. Өзіңізді кінәлау. Вообще осы өзіңді кінәлау деген нәрсе, біздің, мысалы, миымыз болатын болса, чувство вины, осы біздің миымызға доступты жауып тастайды. Сіздің миыңызға доступ жабық болған кезде, сіздің өзіңізге қойған сұрақтарыңызға жауап шықпайды. Өзіңіздің ішіңізден шықпайды жауаптар. Ол кезде уже өзіңіз танымайсыз деген сөз. Ол кезде жауап сырттан іздей бастайсың. Біреуге қарайсың, жаңағыдай үстінде киім жарасып тұр ма, қалай ойлайсың? Өзіңде ответ жоқ та, потому что өзің туралы өзіңде шындық жоқ. Маған мынау жарасып тұр ма, мен туралы ой қандай екен, ананың мінезі мен туралы не ойлайды екен, мынау не ойлайды екен деген сияқты. Басқалардың сіз туралы ойы кәдімгідей маңызды болып қалады. Болды, өміріңіздің мәні, мағынасы, сіздің армандарыңыз, сіздің целіңіз, ниетіңіз басқаларға жағу болып қалады. Осы кезде адам өзінің смыслын жоғалтады. Әркімге Алла тағала өзін бақытты қылу үшін ресурс берді. Сізге де, маған да, бәрімізге Алла тағала ресурс беріп қойды. Біз уже бақыттымыз негізінде. Тағы да айтамын, мен аузымнан айтып жатырмын, негізінде сіздерге айтайын ба, мынау эфирді мүмкіндік болса, ертеңге дейін 2 рет, 3 рет, 4 рет кім реально мықты болатын болса, вот реально жеткім келеді. Мен осознать еткім келеді мына форумға дейтін болсаңыз, 5 рет көріп шығыңызшы. 5-ші рет көрген кезде, әр көрген кезіңізде прям гарантия беремін, сізге әртүрлі ақпарат келеді. Миыңыз қазір максимально қабылдап отқан болса да, сіздің миыңыз бір көрген кезде 20%-ге ғана қабылдайды ақпаратты. Екінші көрген кезде 40, одан кейін 60, 80, 100% 5-ші көрген кезде ғана алады. Адам миы 100% ақпарат қабылдаған кезде ғана ол оны іске асыруға, оған амал етуге, ми сол кезде ғана толық түсінген кезде ғана ми оны амал әрекетке асыруға оңай талшық береді. Түсінікті ғой, заданияны жасайсыздар ма? Мен сіздерге ең баста айтқым келетіні, жаңа схеманы айттым ғой, ортада міне. Осы схеманы ешкімге бүйтіп жоғары қарай шығып жатырмыз ғой, осы шүкірлік халіне жету. Шүкірлік халіне жету үшін айттым ғой, 24 сағат ешкімге зиян келтірмеймін, ешкімге претензия айтпаймын. Есіңізде болсын, болашақтағы армандарым орындалсын десеңіз, сізде чистка жүру керек. Қандай? Ешкімге претензия айтпайсыз. Вообще ешкімді кінәлауға хақыңыз жоқ. Сізде де, менде де ондай полномочия жоқ. Сізде, менде судья емеспіз. Өзіміздің нәпсімізге сеніп, әділетсіз шешім шығарып қойымыз мүмкін. Ешкімді құлды наказание бере алмайды, жазалай алмайды ешқандай да. Яғни ешкімді кінәлауға, жазалауға, ешкімді претензия айтуға, осуждение жасауға, оныкі дұрыс емес, біреуді түзетуге, біреуді жөндеуге не имеем права. Бізде ондай жоқ, өзімізде жоқ нәрсені, біздің хақымызға жоқ, ондай қолымыздан келмейтін нәрсені істеген екен, бірақ соны алып алғаннан кейін, ол функция аланыкі ғой, соны алып алғаннан кейін біз шаршаймыз, бізде выгорание болады. Выгорание болған адамда энергия төмен болады, энергия төмен адам всегда жертвада болады, жертва адамда ешқашан шүкірлік жоқ, шүкіршілік жоқ адамға ақша келмейді.
Шүкіршілік жоқ адамға ешқандай ақшада, шүкірлік жоқ адамға ешқандай арманы да, оның жанын рахаттандыратын нәрселер келмейді, келсе де ол рахаттана алмайды. Түсінікті ғой, Вот қараңыздар. Енді мынандай нәрсе. Қазір сіздерге тағы да бір нәрсе сызам. Сіздерге тапсыра берем қазір. Бүйтіп сызасыздар екіге, Мынау сіз, мынау арманы жоқ сіз. Сіз толық жазыңыз. Маған жазылса қиындау екен, Мынау сіз. Бұл армандары түгел орындалған плюстағы сіз. Мынау екеуі де сіз. Біреу арманы жоқ. Вообще арманы жоқ. Мынау армандары қазіргі армандап жүрген нәрселер жоқ сіз, ал мынау армандар орындалып қойған сіз. Мына жерде қандайсыз? Өзіңізге сұрақ қойыңыз, какая я? Мына жерде қандайсыз? Бір сәт көзіңізді жұмып, осы жерде мен 1 минут уақыт берем. Елестетіңіз. Прям айтып жатқан кезде осы моментте қазір энергия мощный болып тұр, көпшіліктің коллективін болып тұр ғой, Тура осы жерде көзіңізді жұмыңыз да ең бірінші елестетіңіз. Көзіңізді жұмыңыз, арманыңыз жоқ сіз. Қандайсыз? Мен қандаймын? Армандарым түгел орындалып кеткен кезде мен қандаймын? Қандай ой бірінші ойыңызға келеді, соны жазып қойыңыз. Екеу болса екеу, үшеу болса үшеу. Мен қандаймын? Мынандаймын. Ол жерде бір музыка қойып қойсаңдар күшті болатын еді. Получается? Bluetooth connected. Маған микрофонға келу керек шығар, елестіп жатыр ма тоқса? Елестетіңізші, арманыңыз жоқ. Мысалы, арманы жоқ Айгүл қандай? Арманның бәрі орындалып кеткен кезде сіз қандайсыз? Қараңыздар, мына жерде адамдар жазып жатыр да. Арманым орындалған кезде менде кайф, плюстар жазып жатыр, менде кайф. Менде бәрі жақсы, бақыттымын деп ше. Егер шынымен де сізде осындай болатын болса, егер миыңызда осындай болатын болса, уже осы армандарды вы уже имели бы. Мынау армандар уже сіздерде болатын еді. Сізге сіздің миыңыз ложный ақпарат беріп жатыр. Егер қараңыз, жаңа бір кісілер жазып жатыр ғой, армандарының барлығы орындалып кетсе, елестетіңіз, түгел арманыңыздың бәрі быстро орындалып кетті. Бүткіл арманыңыз орындалып кетті. Қандайсыз? Не болады? Просто бір 2 секундқа көзіңізді жұмыңыз, ойлаңыз, бүткіл армандарыңыз бәрі орындалып кетті. Прям бүткіл арманыңыз орындап берді Алла Тағала. Қандайсыз? Қандай сезім бар? Біреулерге смерть келеді, өлім келеді, өмірдің мәні кетіп қалады. Не зачем жить? Мотивация таусылып қалады. Біреулерде вообще скучно болып кетеді. Біреулерде жоқ, бұлыңғыр, қорқынышты болады. Егерде осында, яғни, что будет плохого? Сұрақ мынандай. Арманыңыздың барлығы орындалып кеткен кезде, что будет плохого? Қандай жаман нәрсе болады? Егер шынымен жаман нәрселерді осы кезде сарт етіп шыққан болса, если сізге страшно болып кеткен болса, онда уже құттықтаймын сіздің. Егер менің армандарым бар орындалып кетсе, онда осындай болады деген жаман установкаңыз шықты. Прям шығарып алдыңыз миыңыздан. Ал егер мен кайфпын, менде бәрі жақсы болады десеңіз, осы сұрақты 10 рет қойыңыз өзіңізге. 100 рет қойыңыз, но найдите. Тауып алыңыз установкаңызды. Просто бір установка тұр. Армандарының барлығы орындалып кетсе, мен жаман болып кетем. Армандарым бар орындалып кетсе, мен бұлшиып себіріп кетем. Бажет етіп кетем, құтырып кетем, даммай қалам. Орнынан азында тұрмай ұйқыбас болып кетем. Мотивация жоқ. Еңбектенбеймін, пахать етпеймін деген сияқты болуы мүмкін. Или армандарым бар орындалып кетсе, өмір бітіп қалады. Деген установка болса, мысалы мен бүткіл армандарым жеңіл, дәл қазір тез орындалып кетсе, онда өмір бітіп қалады. Деген бір сенім болса, менің өзімнің аузыммен айта беремін, санамен айта беремін. Бірақ мына түпкі санамда осындай бір сенім қалыптасып қойған болса, осы сенім бұл түпкі сана 95% жауап береді. Осы мені басқарып, бүгінгі күн мен өмір сүргізіп жатыр, мен осы установканың құлымын. Егер мен сөйтіп солын біліп тұрып, сонымен өмір сүретін болсам, қараңыздар, сіздің қазір армандарыңыз бар орындалып кететін болса, өміріңіз бітіп қалатын болса, сіздің миыңыз өзінің хозяйын қорғау үшін сіздің армандарыңызды, яғни орындалып кетсе, өмір бітіп қалады.
өмірім бітеді, яғни өліп қалам. Осы установкаға апармау үшін сіздің өміріңізді созу үшін сіздің армандарыңызды созады. Өмір бітсе арман бітіп қалады ғой. Сол үшін арман созады. Арман созады деген нәрсе қазір орындамайды. Барынша армандарыңызды қазір орындамауға тырысады. Сізді ұйқыбас қылады, жалқаулық қылады, ананы қосады, мынаны қосады, идеяларды шығармайды, барынша ми тырысады сіздің армандарыңызды орындамауға. Егер сізде осындай установка болса, тағы да айтамын, егер де бәрі кайф болса, мә күшті, мен жап-жақсы болып жүрмін, легкая, бақытты болып жүрмін десеңіз, қайтадан сұрақты қойыңыз. Миыңыз сізді алдап тұр. Егер де тағы да айтамын, уже сіз бақытты болсаңыз, қазір уже қолыңызда болған болар еді. Егер шынымен сізде бәрі жақсы болса, вот осы кезде мына жерде шүкірлік халіне жетіп тұрмын деген болса, мына жерде кім дәл қазіргі шүкірлік ететін нәрсе, вот ойлаңызшы, қазір қолыңызда бар нәрсе, бұл сіздің шүкірлігіңіздегі нәрсе. То, что вы уже себе разрешили. Түсінікті ғой, иә? Егер де шынымен де армандарым бар орындалып кетсе, онда мен бақытты болып кайф етіп жүремін деген ой келсе, онда сіз қазір ол армандар қолыңызда болған болар еді. Демек сіздің миыңыз пока сознание қосылып тұр, подсознание қосылмай тұр. Санамен жауап беріп жатсыз, түпкі санамен жауап беріп жатқан жоқсыз. Пока или өзіңізден ішіңіздегі сұрақ білмей тұр, или чувство вины бар сізде, үлкен, өте үлкен, миға доступ жабық, иә? Кішкене қазып өзіңізді қазып көріңіз. Осы сұрақты любой жерде өзіңізді қойып көріңізші. Вот армандарым бар орындалып кетсе не болады? Что будет плохого? Қандай жаман нәрсе болады? Не болуы мүмкін? Қандай жаман нәрсе болуы мүмкін? Осы сұрақтың жауабын табатын болсаңыз, и ол установканы, егер негативті установканы тапқан болсаңыз, ол установканы жойып тастауға болады. Алып тастауға болады. Қалай алуға болады деген сұрақ туса, егер сізде осы жерде, бүгінгі сабаққа ол ауыр болады. Келесі сабақтарда айтам. Негативті ең бүгінгі задача, миымызда не бар екен білмейміз. Осы миымыздағы картинаны сыртқа шығару еді. Бүгінгі менің задачам миымыздағы картинаны сыртқа шығару, оңай формуланы айту. Яғни мен қалап жүрген армандар вообще менікі емес шығар. Жаңа айттым ғой, иә? Мысалы мен айттым ғой жаңа. Мынау сіз мені. Сіз ешқандай армандарыңыз, біздің армандарымыз бізге маңыздылық беріп тұрған. Мыналар орындалмаса да мен бақыттымын. Бұлар орындалмаса да мен маңыздымын. Мені маңызды қылып тұрған осы бір армандар емес. Мен өзім маңыздымын. Алла тағала мені уже маңызды қылып махаббатпен жаратып қойды. Мен құндымын. Мыналар құнды емес, мен құндымын. Вот осындай состояниеге жеткен кезде сізге бәрі оңай келеді. Тағы да айтамын, сіз бен бізге керегі бір-ақ нәрсе. Шүкірлік халіне жету. Состояние потока деп айтатыны сол. Орыстардың болсын, батыс психологиясын болсын. Бұл нәрсе тағы да айтамын, Құранда анық келтірілді. Не нәрсеге шүкір етсек, сол арта береді. Дәл қазір қолыңызда бар білімге шүкір етіңізші, біліміңіз артады. Дәл қазір қолыңыздағы бар абыройыңызға шүкір етіңізші, абыройыңыз артады. Дәл қазір қолыңызда бар ақшаға шүкір етіңізші, байлыққа, байлығыңыз артады иншалла. Дәл қазір қолыңызда бар денсаулыққа шүкір етіңіз, денсаулығыңыз арта бастайды. Шынымен де денсаулық арта бастайды деген денсаулығын білесіздер. Спорт, ұйқы, тамақтану, стресс, оның бәрі кіреді, иә? Сондықтан шынымен де дәл қазіргі халіңізге шүкір етсеген кезде халіңіз арта бастайды, ішкі халіңіз, иә? Шынымен не нәрсеңіздің артқанын қалайсыз, сол нәрсеге шүкір етіңіз. Сосын ішіңізде мынандай нәрсе болсын. Ешкімді претензия айтуға, ешкімді жазалауға, ешкімге осуждение жасауға, біреуді бағалауға, дұрыссың, дұрыс емессің, сен жақсысың, жамансың деп бағалауға, тәкаппарсың, мынандайсың деп бағалауға хақыңыз жоқ. Оны өйткені Алласы бар, оның авторы бар, сіз жаратқан жоқсыз, оны Алла жаратты. Яғни біреуді жарататын кезде Алла қателескен жоқ. Оған сондай қателесті деп қарап тұрған менің ойым. Бұл менің реакциям просто. Менің осында очкиім сонымен қарап тұрған, өмірге қарап тұрған. Сосын сізді де жаратқан кезде Алла ешқандай қателескен жоқ. Осы тағдырыңызға, ой, мен жертваға түсіп кетіп жаңағыдай, мен өзімді аяймын, мен бейшара сорлы, мен осындай өмірде осындай өсіп жаратылған екем. Мен сормаңдай болып жаратылған екем. Мен өсіп жаратылған екем деп өзіңізге ат қойып алдыңыз ба? Пожалуйста. Просто жертвасыз. Жаным, қоя тұршы, мен саған сормаңдай емес, мындай өмірді әкеп беремін демейді ешкім сізге. Өзіңіз жасап аласыз, шынымен де. Жертвалықтан шығасыз. Жертвада жүрген адам ең бірінші белгісі бұл өзіне аяп қарау. Менің әкесіз өстім, шешесіз өстім, әкем өле, шешем өле, балам инвалид, өзім инвалидпін, мынандай, короче, бәрімізде бар. Егер де шын аяушылық сезім оятатын болсам, қазір мен де оята аламын сіздерге. Неше түрлі нәрсені айтып. Қай кезде адамда аяушылық сезім оянады? Алланың тура жаңағыдай плюстерін емес, минустарын көре бастаған кезде. Фокусыңыз всегда плюста болған кезде, сізде аяушылық сезім болмайды өзіңізге деген. Өзіңізге бүйтіп аяп қарап, мен бейшарамын деп қарамаған кезде, сіз жертвадан шыға бастайсыз. Жертваның ең бірінші белгісі осы. Екінші белгісі любой нәрсеге басқаларды кінәлай бересіз. Так, бұл жерде любой бір ситуация болады, қараңыздаршы, любой бір ситуация болады, иә? Адамда любой ситуацияда екі түрлі выход болады. Мына бірінші выход кінәлай бересің. Так, бір ситуацияға түстің ба, бір нәрсең жоғалып қалды, ұрыстың, төбелестің, қарыз болып қалдың. Так,
осы басында анау сөйтпегенде сол ғой мен сүйреп апарған серге ше. Сол бастамағанда или сол таныстырмағанда, сол бүйтпегенде бұндай болмас еді. Әйтеуір миың осыған үйренген. Привычка уже да, кінәлай бересің. Екінші выход бар, мынаған өзің тәрбиелейсің миыңды. Бұл проблеманы шешу, решение. Окей? Окей. Мына таңдауды өзіңіз білесіз. Қайсы таңдауын өмір сүріп жатсыз өзің білесіз, окей, боларсыз болып қойды. Но бұдан қалай шығам дей берген кезіңізде, шынымен де сізде кәдімгідей миыңыз соған дағдылана бастайды. Есіңізде болсын, мышлениені өзгерту деген нәрсе бұл привычкаларды өзгерту. Вот реально просто привычкаларды өзгерту. Сондықтан, құрметті достар, тағы да айтам, көп ақпарат беретін болсам техника тола. Мен бірақ аз болса да сіз жасайтын, шынымен сіздің бір вау деп ішіңізде бір искраны ашатын, просто өзіңізді шүкірлік халге келтіретін, амалға апаратын ақпарат бергім келді бүгін. Бүгінгі ниетім осындай болды. Тағы да айтам, мынанша адамға ұнау, олардың бәрі үйтіп кетсе екен, ұнамай қалса қайтем деген сияқты ниет менде жоқ. Мен өзімдегі процеске максимально ниетімді дұрыстадым. Я Раббым, саған доверить еттім. Ал әркім қалай алады, қалай қабылдайды, қалай реакция жасайды, ол сіздікі. Ол сіздің проблемаңыз. Максимально алып түсініп отырсыз ба, ол да сіздің деңгейіңіз. Алмай отырсыз ба, ол да сіздің деңгейіңіз. Қандай ниетпен келдіңіз, соны аласыз. Окей? Сондықтан мен жаңа берген тапсырмалар бар ғой, соны жасаңыздар міндетті түрде. Мына жерде қайта-қайта уже комментарийден 5-6 рет оқыдым. Мына картинаны сұрап жатыр, суретке түсіріп алайықшы деп, осыған қаратыңызшы дейді камераны. Мынаны бір картинаны өзін көрсетсеңіздер, жақындатып. Қазір мен бар ғой, тағы да айтам. Мен сіздің армандарыңызды орындап бермеймін. Екінші картинаны көрсетейін ба? Артындағы екінші картинаны көрсетейін ба? Ал суретке түсіріп алыңыздар, если түсінетін болсаңыздар. Түсіне алатын болсаңыздар, иә? Көрген кезде кейбіреулердің түсінікті болуы мүмкін. Құрметті ханымдар, құрметті қыздар, шын айтам, просто, пожалуйста, өзіңіз наказание шақырмаңыз. Алла Тағала бізді жазаламайды. Алла Тағала бізге тек қана сабақ береді. Өзіміз жазалаймыз. Өзіңіз қай кезде жазалайсыз, чувство вины оята беріңіз. Өзін кінәлай беріп, соны бекер істедім, мен сорлымын, мен бейшарамын, мен мынандаймын. Есіңізде болсын, сіздің арманыңызға жеткізбейтін ең бірінші кедергі бұл өзіңізді сорлы состояниесіне түсіру. Өзіңізді кінәлай беру. Кінәламаңыз, шын айтам, сіз ештеңе кінәлемессіз. Бірдеңе жасап қойдыңыз ба? Тіпті ұрлық жасадыңыз ба? Білмеймін, өтірік айттыңыз, білмеймін, жасап қойдыңыз ба? Может, іздеп көріңізші, бұл миыңыздағы бір страхтан туындаған шығар. Бұл бір жерден көріп алған бір авторитетіңіз шығар. Бұны бұрын сіздің біреуден жасаған көрген шығарсыз. Бұл сіздің бір установкаңыз шығар. Я? Оған, может, шынымен де кінәлі установка шығар. Бірақ қараңыз, өзгерткіңіз келеді ма? Сіз жауапкершілік сіздің қолыңызда. Өмір сіздікі ма? Сіздің өміріңізді ешкім дұрыстап бермейді. Тек қана өзіңіз әрекет етесіз, берекет болады. Осыны үлкен қылып даже жазып қойсаңыздар болады. Осындай нәрсені жазып қойсаңыздар болады. Сотканың бетіне әрекет тең берекет. Енді қараңыз, бір әрекет, бір берекет. Екі әрекет, екі берекет. 10 әрекет, 10 берекет. Қаншалықты көп әрекет, соншалықты көп берекет. Диваннан көтенімізді көтеріп, қимылдап, мынаны өмірін аңдып отыра бермей, өзімді анамен салыстырып, өзімді сорлы қылып, түкке жеткен жоқпын деп, өзімді бақытты сезіне бермей, лучше шынымен де әрекетімді жасай бастасам, өзімен жұмысты бастайтын болсам, ол да бір жұмыс өте үлкен әрекет ол да, иә. Шынымен де ниетімді дұрыстасам, дұғамды жасап, артынан әрекет ететін болсам, міндетті түрде Раббым оның берекетін береді. Әркімнің өзінің әрекетіне қарай, әркімнің өзінің әрекетіне қарай оның берекетін береді. Кім Аллаға тәуекел ететін болса, Алла оны сол істің соңына дейін жеткізеді деген аят бар екен Құранда. Сондықтан шынымен де мен қазір күшті тағы бір не айтайыншы сіздерге. Вот қараңыз. Мынау сіз. Иә, мынау сіз. Мынау қараңызшы. Сіздің армандарыңыз мынандай болса екен, шіркін, осы жерде айына 1 миллион теңге тапсам екен, 2 миллион теңге тапсам екен, әйтеуір мынанша тапсам екен. Коттеджім болса, үйім болса, машинам болса, нандайым болса деген осындай армандарыңыз, иә? Сіз бұл армандарды тағы да айттым ғой, сіз бұл армандарды просто біреуден көрдіңіз. Сіздің миыңыз біреуден көрді. Я хочу как у кого-то. Я хочу как у кого-то. Осы мынау біреу сияқты. Енді ойлаңызшы, әрбір арманыңыз, мысалында бір арманыңыз ба? Үй деген арманыңыз. Двухэтажный коттедж или 3 этажный коттедж алғым келеді.
мынау адам жоқ деп ойлаңыз. Көрінбейді екен ғой. Міне мынау адам жоқ деп ойлаңыз. Бұл әлемде тек қана сіз ғана өмір сүресіз. Сіз барсыз, Алла Тағала бар. Алла Тағала бар. Сіздің Раббыңыз бар. Болды. Сізге ол керек па? Енді ойлаңызшы. Егерде біз бұл әлемде адамдармен бірге өмір сүреміз. Егерде мысалы двухэтаж коттедж или Феррари машина, білмеймін, әйтеуір любой нәрсе, сіз армандаған. Осы нәрсе, бұл әлемде ешкім жоқ. Ешкім адам жоқ, сізден басқа мына жер планетасында сіз ғанасыз. Сізден басқа жан пенде жоқ. Елестетіңіз, жаныңызда салыстыратын ешкім жоқ, салыстырамайсыз. Сіз барсыз, Алла бар, болды, бұл өмірде сіз ғана бір өзіңіз рахаттан өмір сүріп жатсыз. Сізге сол этаж керек па? Этаж үй керек па? Сізге сол Феррари керек па? Реально. Егер бір өзім қалдым, бұл өмірде менен басқа ешкім өмір сүрмейді, я одна в мире деп өмір елестеткен кезде, сол кезде де ол сізге керек болса, сол кезде де хочу деген желаниеңіз ұрып тұрған болса, онда ол сіздікі. Уже салыстыратын ешкім жоқ. На самом деле я не хочу. Мен просто шынымен де анау мақтаса екен, анау доказать, вау, аналардың 2-3 екен, вау, анау күшті екен деп басқаларға доказать ету үшін, анаумен салыстыру үшін, бүйту үшін, сөйту үшін, біреуден озу үшін. Шынымен біреумен салыстырдым өзімді. Ананың үйін көрдім, Айгүлдің үйін көрдім, мен де сондай үй қалаймын. Нұргүлдің үйін көрдім, мен де сондай қалаймын. Нұргүлдің нәрсін көрдім, Нұргүлдің фигурасын көрдім, Нұргүл аз батыр екен, мен де азам. Яғни біреумен салыстыра берсін, өмір бойы гонкадасың, өмір бойы жарыстасың. Осындай гонканы тоқтатқан кезде сізде өмір басталады. Наслаждение, жить деген нәрсе басталады. Мы не живем. Бана Шамилдің айтқаны бар еді, ұстаздың ше. Мы не живем, мы өмір бойы готовимся к жизни дейді да. Күшті өмірге дайындалып жатырмын. Осыдан кейін көресің, болашақта өмірім күшті болып кетеді. Мен сенемші. Мен болашақта күшті болып кетеді, мен сенем. Көресің, әлі сондай күн келеді, көресің деген. Күтіп жүріңіз, бір күн 10 жыл өтеді, бір күн өліп қаласың да. 20 жыл, 50 жыл өтіп кеткен да. Яғни осы дайындалып жүріп, күшті өмірді күтіп жүрген кезде өліп кетуіңіз мүмкін. Сіз бен біздің задачамыз бүгін өмір сүру. Жить просто здесь и сейчас. Дәл бүгін. Просто наслаждениемен өмір сүру үшін мен не істей аламын? Бүгін шүкірлікте өмір сүру үшін мен не істей аламын? Осы кезде волшебный сұрақ мен көп айтам. Сиқырлы сұрақ бар. Қалай? Неге менде жоқ деген сұрақтың орнына қалай жасап алсам болады? Қалай шүкірлікке жетсем болады? Қалай бақытты болсам болады? Әркімнің мына қалайға әркімнің өзінің жауаптары бар. Қазір мен қалай деп жауап беру мүмкін, менің жауаптарым ол. Мына жерде сіздің жауаптарыңыз бар. Тағы да айтамын, әркімнің өзінің жауаптары бар. Любой ситуацияда өзіңізге осы волшебный сұрақ деп айтамын мен, сиқырлы сұрақ. Осыны қойыңыз. Екінші сиқырлы сұрақ бар. Қалай деген сұрақ. Оның астына екінші сіз әдетке айналдыратын сұрақ бар. Қалай оңай жасауға болады? Любой бір нәрсе сіздің басыңызға ситуация түсті ма? Қалай оңай жасауға болады? Бүгін таңертең қызығыдай болды да. Мен бассейнге бардым да, өзім купальник жоғалтып алдым. Шынымен қызық болды ше. Бүлдірдім кәдімгідей бірдеңені. Оқырмандар білетін де шығар. И сол жерде мен уже 2 күннен кейін Дубайға кетейін деп отырмын. Анау менің кәдімгідей не только купальник, полный басындағы шапкасы, аяғы, полный купальнигім комплектісімен жоғалып қалды. Жоқ. Көз алдында жоғалды. Кәдімгі дорогой брендтің купальнигі еді, буркини үлкен. И осындай ситуацияда вот шынымен де мен миымды тексеріп көрдім да. Ең бірінші так қалай шешем? Мен 3 күннен кейін 2 күннен кейін кетем ғой. Мен қалай шешем? Сразу так басқа купальник алу керек. Ол купальникті қалай оңай алуға болады? Доставкамен заказ беру керек, или надан сұрау керек деген сияқты. Или сол жерде кінәліні іздейсің да. Короче, кінәліні іздейсің ғой, сен сөйтпегенде болар еді, сен сөйтпегенде жоғалмас еді, сен сөйтпегенде жоғалмас еді, неге сендер өтесіңдер? Ананда насыресің, өзімнен насырен түсем, бүгінгі 24 сағат берген, Алланың бүгінгі берген 24 сағат, бұл да бір ғұмыр ғой. Бүгінгі 24 сағатын мен өйстіп, әшейін миымның привычкасының құлы болам да, үйреніп қалған миым. Сөйтіп кінәліні іздеймін да, болды, бүгінгі күнімді жоқ қылам. Таңертеңмен күнің настроениесіз басталған кезде кетті ғой, целый день. Адам даже бір күнін қалай өткізсе, ол өмірін солай өткізеді. Шынымен де мен мықтымын деп жатқан жоқпын бұл жерде. Мен өзімнің ұстазымның маған кәдімгі жестко айтатыны бар, попугай сияқты. Осы сұрақты қоя бер. Как можно по-другому? Как можно по-другому? Мысалы, бір нәрседен ақшаңыз болмай жатыр ма? Ақша таппай жатыр, сатылымыңыз жүрмей жатыр ма? Как можно по-другому? Бірінші сұрақ, екінші сұрақ. Как можно легче? Осы екі сұрақты маған айтатын, мен жаңағы орыс тілді ұстазым болатын, сол айта беретін. Попугай сияқты осыны қоя бер. Да такойсын қоя бер. Любой ситуацияда миың осы сұрақты, екі сұрақты қойсын. Миың осы сұрақты қойған кезде, миың осы сұраққа жауап береді. И сен соған бойынша, сол бойынша әрекет етесің дейді да. Сен уже кінәліні іздемейсің дейді.
шынымен де осындай сұрақтарды өзіңізге көп сұрақ қоя беріңіз, өзіңізді тани бастайсыз ғой. Просто формуланы білсеңіз, өзіңізді құл состояниесіне түсірсеңіз, өзіңізді көп алмайтын болсаңыз, өмірге плюспен қарасаңыз, тағдырыңызға плюспен қарасаңыз, өзіңізді Алланы признавать етсеңіз, мойындасаңыз, оған доверять етсеңіз, ешкімге зиян тигізбей өмір сүрем деген күнде солай оянатын болсаңыз, төсегіңізге құл болып ұйықтап, таңертең құл болып оянсаңыз, өмір жеп-жеңіл. Өмірді қиындап жүрген өзіміз шынымен де. Сондықтан реально күнде түнде мысалы мен дұға жасап жатырмын, Раббым, төсегіме құл болып ұйықтап, таңертең құл болып оянуды нәсіп етші маған. Мен құлдық рөлден шығып кетпейінші. Құлдық рөлден шығып өзіме көп алып, ананың бәрін проблемасын мен шешем, ананы мен шешем деп, жұрттың бәрін проблемасын өзіме алып алмайыншы. Мен құлмын. Сен авторымсың, сен патшамсың. Болды. Осы құлдық состояниеде өмірімнің соңына дейін өмір сүруді нәсіп ет. Егер рөлден шығып кеткен болсам, мені өзің қайтар, адамдар қайтармасын. Мені өзің бас, адамдар баспасын. Мен тәкаппар болып кетсем, мені өзің басып отыр. Өйткені сен мейірімдісің. Шынымен де осындай бір состояниемен түнде жататын кезде, Раббым, егер құлдық деңгейден шығып кеткен болсам, әр күн түнде мен оқырмандарым жаттап алған уже. Әр түні ұйқыға жатқан кезде, я Раббым, бүгін күні бойы бір құлдық деңгейден шығып кетіп, өзімді бір білмеймін, құл емеспін, өзімді бір көп алып қойып, болмаса бір кіші құдайға айналып кеткен болсам, ана дүниенің бәрін уайымдап кетіп, осы дүниенің проблемасын мен шешіп берем деп, әйтеуір тәкаппарланып кетсем, құлдық рөлден шығып кеткен жерім болса, құл екенімді ұмытып кеткен болсам, өзіме көп алып қойған болсам, кешірші, тәубемді қабыл етші деп төсегіңізге жатсаңыз, құл болып ұйықтадыңыз. Таңертең құл болып оянасыз. Құл болып өмір сүрген кезде өмір жеңіл. Сіз қаншалықты әлсіз болған сайын біздің проблемамызды авторымыз шешіп береді негізінде. Иншалла. Ешкіммен өзіңізді салыстырмаңыз. Болды. Самый главный нәрсе, адамдармен өзіңізді салыстырмаңыз. Сіз құндысыз, уникальсыз, дарасыз, жекесіз. Арманыңыз орындалса да, орындалмаса да, ақшаңыз бар болса да, жоқ болса да, кедей болсаңыз да, бай болсаңыз да, сіз важныйсыз. Өзіңіздің Раббыңыз үшін маңыздысыз. Өзіңіздің Раббыңыз үшін құндысыз. Иншалла, өзіңіз үшін құндысыз. Любой ситуацияда ең құнды ол сіз. Ол сіздің ешқандай навығыңыз, бала-шағаңыз, жақындарыңыз, сіздің работаңыз, жұмысыңыз, білмеймін енді, сіздің жеткен армандарыңыз, үйіңіз, бизнесіңіз, тапқан дүниеңіз, жинаған дүниеңіз емес. Сіз құндысыз. Өмір бар сізде, иә? Сондықтан Раббым, сіздің де, біздің де шынымен де наслаждениемен әр күні кәдімгі дышать етіп, сезініп әр күнді наслаждениемен өмір сүруімізді нәсіп етіп қойсын. Сіздердің осы эфирді көріп отырған әрбіріңізге әрбір тамақтың дәмін сезініп, мұрныңыз әрбір иісті сезініп, көзіңіз әдеміліктерді көріп, құлағыңыз бүткіл сезім мүшелерінің барлығы оянып, мына өмірді мимен емес, жүрекпен, чувствомен, ощущениемен сезініп, рахаттанып, шүкірлік халінде, разылық халінде өмір сүруіңізді нәсіп етуін сұраймын Алладан. Сол бір халдің сіз бен бізге оңай, тез келуін сұраймын Алладан. Тағы да айтамын, тапсырманы орындап келіңіздер. Және мынау эфирді міндетті түрде 5 рет көріңіздер. Прям 5 рет көріңіздер, өте маңызды. Ең маңызды айтатын нәрсем, менің ақыма кірмеңіз. Сондықтан шынымен де сіздерді құттықтаймын, ақымызға кірмеңіздер, ешкімге таратпаңыздар. Ең бастысы, запись жасамаңыздар. Маған бәрібір. Сіздің төбеңізде 24 сағат күндіз круглосутки тұрған камера бар, видеонаблюдение бар. Менің емес, сіздің амал дәптеріңізге жазылып жатыр ол нәрсе, сіздікі. Менікі маған жазылып жатыр. Сондықтан әркім өзінің амал дәптерінің авторы. Амал дәптерлеріміз, жазылатын отчетный дәптерлеріміз, кітаптарымыз шынымен де плюстарға толсын. Минустарға емес, ол өзіміздің қолымызда. Ниетіміз осындай болған кезде, ары қарай Алла бізге көмектеседі иншалла. Сондықтан баршаңызға екі өмірдің жәннатын сезініп өмір сүруді тілеймін Алладан.